Сәлем достар, бүгін шынайы оқиғаға негізделген «Солдатик» атты соғысқа қатысқан 6 жасар бала туралы киноны тамашалайсыздар. Тағдыры таңғалдыратын ерекше қасиеттерге ие бала соғыс алаңынан аман сау шыға ала ма? Видеоны соңына дейін көрген жандар соны біле алады. Ал мен сіздерден каналға жазылуды сұраймын. Видеоларды жазылмай көретіндер өте көп екен. Бұл біздің шабыт ала алмай, көп видео шығармай жүргеніміздің бір себебі болып жүр. Сондықтан каналға жазылыңыздар. Ал біз қысқаша шолуды бастай берейік. Сережа атты бала өзенде кір жуып жатқан анасы мен балық аулап жатқан ағасына ағашта отырғанын мақтанады. Бір кезде аспанда жау ұшағы көрінеді. Анасы ұлдарына тығылыңдар деп айғайлайды. Бірақ мен қорықпаймын деп отырып алған бала рогаткадан қарағай бүршігін атып ағаштан түспей қояды. Ал анасы мен ағасы жоқ боп кетеді, өйткені бұл оның түсі ғана. Көрші әйел келіп оны оятады да туғандарын партизан көмекшілері ретінде өлтіріп тастағанын айтып бірге қашуды ұсынады. Себебі баланы тапқан жағдайда оны да өлтіреді. Қарулы адамдар жақындап қалғанда Сережаны әйнектен итеріп жіберіп, көрші әйел өзі құрбан боп кетеді. Атылған оқ жанып жатқан үйлерден орманға алыстап бара жатқан 6 жасар бала жалғыз өзі қатты қорқып жүреді. Ол анасының қайтыс болғанына сенбейді. Таңертең өзен жағасына келіп шөлін қандырады, бірақ бұл жерде де жау солдаттарынан тығылуға тура келеді. Үлкен ағаш түбінде жасырынып отырған кезде өзіне жақындаған жыланды көреді. Бар күшін салып айғайламауға тырысқан бала әйтеуір аман қалады. Бала немістер тамағының қалдықтарын жеп әрі қарай жүре береді. Шаршаған ол батпаққа батып өзін әрең ұстайды. Артиллерияның атқылаған дыбыстары оны шошытады. Түндегі елестерге ол «мен қорықпаймын» деп айғайлайды. Тек ұйқыға батқан кезде анасы мен ағасын көргенде жаны жай табады. Әлсізденіп қалған Сережа қасында жүрген кірпіге «маған көмектесетін адамдарды алып кел» деп сыбырлайды. Өмірінің үзілуіне сәл қалған кезде оны кеңес солдаттары тауып алады. Барлаушылар оны орманда қалдыруға қимай, тапсырмаларын орындамай қайтып келіп, командирлерінің қаһарына ұшырайды. Қатып қалған баланы кіргізгенде осы жердегі бастық өзін таныстырады. Кузнецов Николай Сергеевич. Бала «сендерге мен туралы кірпі айтты ма?» деп сұрайды. Оның сөзінен үлкендер баратын жерінің жоқтығын, енді ол жетім бала екенін түсінеді. Әскерилер балаға ыстық тамақ беріп, барынша қамқор болуға тырысады. Келесі күні солдаттар әңгімелесіп отырады. Баланы тауып алған Андрей неміс тілін үйреніп отырады. Ал тігінші Яков Моисеевич оның үстіндегі формасын жамап тұрады. Олардың арасында Ризо және егделеу тартқан Егор Максимовичті көреміз. Жау шабуылы олардың әзілдерін тоқтатады. Медпунктте медбике Катя баланың жараларын емдеп жатады. Бала Кузнецовтың ордендері туралы көбірек білгісі келеді. Кішкентай кезінен соғысты, туғандарының өлімін көрген Сережа батыл, ержүрек еркек болуды ойлайды. Халін білуге келген командир баланың оған бауыр басып, әкесіндей қарайтын және одан үлгі алғысы келетінін байқайды. Бала батырлығы үшін берілген орден мен атаулы пистолетін көргісі келеді. Медбике баланы детдомға жібермей, осында қалдыруды сұрап, бала үшін жауапкершілікті алуға дайын екенін айтады. Бірақ командир оған келіспейді. Медбикелер құжат толтырып отырып, Сережаның болашағы туралы сөйлеседі. Егер оны қазір тылға алып кетсе, Катя одан қол үзіп қаламын деп қорқады. Балаға бауыр басып қалған барлық жауынгерлердің атынан Егор Максимович Кузнецовтан баланы қалдыруды өтінеді. Өйткені бала олардың не үшін соғысып жатқандарының нышаны ретінде, үйлеріндегі балалары, туыстары, бейбіт өмірдің белгісі ретінде барлық жауынгерлерге ерекше рух береді. Бірақ командирдің қамқорлығы басқа. Бала осы жерде қалса өміріне өте қауіпті екенін түсініп, тылға жіберемін деп өз сөзінде тұрады. Шабуылдар жалғасуда. Борап жатқан оқ астында Катя жараланған солдатты сүйреп әкеле жатыр. Кузнецов жаралы қолына қарамастан оқ тигендерге шегінуге мүмкіндік жасап, шабуылды бастап келеді. Шайқас аяқталды. Сережа болса сауығып, лагердің ішінде жүр.
Осы кезде баланы тылға әкететін машина келеді. Командир қоштасар сәтте естелікке ағаштан жасаған атаулы пистолетті сыйлайды. Сережа Николай үшін қатты қорқып, оны күткенін айтады. Командир болса, осы баладан басқа жер бетінде оны күтетін адам жоқ екенін айтып, устав бойынша жасай алмай, баланы асырап алуды ұсынады. Баланың қалғанына қуанған солдаттар оған кішкентай форма тіге бастайды. Бейбіт өмір, анасы Сережаның түсіне күнде кіреді. Ол енді госпитальдан командирдің палаткасына көшіп алған. Жаңа форманы сыйлаған кезде командир оны уақытқа тез киінуді үйретеді. Полк жаулардың кезекті әуе шабуылының астында қалады. Бала сұрапыл соғысты енді өз көзімен көреді. Жаралы жауынгерлер арасында жүгіріп, не істерін білмей, командир мен медбике Катяны іздейді. Дәрігер бұндай кезде тек жеңіске сеніп, қолдан келгенше көмектес деп ұрысады. Сережа су тасып лазареттегілерге ән айтып береді. Шайқастан кейін ол Катяның тізесінде ұйықтап қалады. Оларға жақындаған Кузнецов өз сезімін білдіргісі келеді, бірақ оянып кеткен бала бәрін білдіреді. Енді ол командирді папа деп атап, көмекшісі болғысы келетінін айтады. Істеген істерінің барлығында үлкендерді қайталап жүреді, қырынады, қолын шекесіне қойып сәлемдеседі. Командирдің берген бірінші тапсырмасы ротадағы жауынгерлерге хат апару. Келген хаттарға қуанған жауынгерлердің билеуі бұрыннан келе жатқан дәстүр. Ол туралы пошташы Сережаға үйретеді. Бір күні лагерден шыққан бала дүрбіден қарап тұрады. Ол үйілген шөптің арасында біреудің аяғын көріп, тезірек Андрейге хабарлап, барлаушыларды өзімен баруға көндіреді. Кузнецов осы кезде жидек теріп келе жатқан медбике Катя мен Ританы көліктеріне отырғызады. Командирге қырындап жүрген Рита оны үйде кім күтіп жүр деп сұрайды. Бірақ командир үйленбегенін айтады. Ал барлаушылар осы кезде шөпті жағып, немістің зеңбірік дәлдеушілерін қолға түсіреді. Сережаның жетістіктерін бәрі байқай бастайды. Оның арманы қолына шынайы қару алып, әскери атақ дәрежелерді иелену. Баланы асырап алуға ресми рұқсат қағазы келеді. Енді ол анық полкта қалатынын біліп қатты қуанады да, тезірек Катяға айтқысы келеді. Бірақ судың басында Катяны іздеген басқа да жігіт барын байқайды. Қыз жастау солдаттың көңіл білдіруін қабылдамайды, ал Кузнецов сыртынан бақылап, оларға жақындамай қояды. Келесі шабуыл кезінде Сережа жауынгерлерге патрон тасиды. Максим Егорович оған алаңдап командирдің палаткасында тығыл деп айтады. Бірақ бала келісетін емес. Тек оған әскери бұйрық берілген кезде ол оны орындайды. Шайқас аяқталған соң солдаттың бірі баламен бірге от жағып жұлдызға қарап отырады. Бала махаббат туралы сұрай бастайды. Үлкендер бір-бірімен қалай үйленетінін білгісі келеді. Ертесіне Катяға жүгіріп келіп, папасының қатты ауырып қалғанын айтады. Бәрін тастап жүгіріп келген медбике ұйықтап жатқан командирді табады. Сережа үлкендер бір-біріне сезім білдіру үшін әдейі өтірік айтыпты. Бірақ Кузнецов осы жолы да айтарға сөз таппай жүгіріп шыққан қыздың соңынан ереді. Полкқа соғыс барысында бірінші көмек көрсетуге үйретілген иттер келеді. Оларды ұнатып қалған Сережа иттерді жегіп мінгісі келеді. Бірақ иттер мысықтың соңынан қуып баланы миналар жатқан жерге әкете бастайды. Мотоциклға мінген Ризо соңғы сәтте олардың жолын кесіп үлгереді. Ұрыс алаңында батыл Николай Катяны қуып жетіп, тағы да екі зөстің басын құрай алмай, маған Сережаның анасы болыңызшы деп айтады. Келесі күні жауынгерлер жолға аттанады. Жергілікті халықтың үйінде Сережа өзінің құрдастарын кездестіріп ойнайды. Ал үй иесі жердегі тесік неміс бомбасы құлаған кезде пайда болғанын саспай баяндап отырады. Жауынгерлер үйден бәрін алып шығып, дереу саперді шақыртады. Снарядты алып шыққан соң полк әрі қарай жүреді де минаға тап болады. Сережа машинадан ұшып түседі, бірақ ол ешқандай жарақат алмапты. Ал Ризо болса әскери жолын осымен аяқтады. Полк армияға қосылып, командир мен Сережа генералдың қабылдауында болады. Сережа генералдан Кузнецов пен Катяның үйленуіне рұқсат сұрайды. Әуеден келген түнгі оқ жаудыру кезінде командир ағаш арасында көміліп қалады. Сережа дереу солдаттарды көмекке шақырады. Николайдың жарасы ауыр. Госпитальда оған Катя қарап жүреді. Ал қалын білуге келген Сережа туған әкесіндей болып қалған командирден айырылып қаламын ба деп қатты қорқып жылайды.
жұбатуға тырысқан Николай еркектер жыламайды деп айтады да қояды. Бұл оқиға Сталинград шайқасына қатысып полкімен бірге Польшаға дейін жеткен 6 жасар Сережа Алешков туралы. Оған жауынгерлік жетістіктері үшін медаль берілді. Бүгінге осы каналымызға жазылып 1000 подписчикке бірге жетейік.